Достар, TikToktан ақша шығаруға болады екен. Сол ақшаны шығару керектігін мен сіздерге үйретейін. Ең алдымен көп лайк, көп комментария ретке шықса, мен ақша қалай шығару керектігін саламын. Біріншіден калькулятор TikTokқа кіреміз. Өзіміздің аккаунтымызды без ошибка саламыз. Қанша доллар екендігін көрейік. $27 27.99 екен. Қазір бұны доллардың курсын көрейік. $454 теңге. $1 454 теңге екен. 27.99-ды 454-ке көбейтсек 12.707 теңге менен шығады екен. Ал енді достар, лайк басып, комментарий қалдырып. Қайсыздар мұз? Любой бір кафеге кіретін болсаңыздар, официанттардың қолында 14 Pro Max, или 13 Pro Max, или 14 Pro, барлығы да қымбат телефон. Бірақ істеген жұмысын қарасаң, кафеде официант, қолдарында қымбат телефон бар. Бір кісілер бар, қолында ескі, оның өзімен майблограф болып жұмыс істеп жүреді. Бір 5-10 теңгеге курс сатып алды, нәтижесінде сол курстан телефонмен қалай ақша табу керек екенін үйреніп алды, өзіңнің кәсібіңді бастап кет, сен ана жерде жүре бересің, біреудің айтқанынан шықпайтын адам болып қаласың. Кез келген ата-ана баласының олай болып өскенін қаламайды. Саған өсу керек, даму керек. Оқы, білім ал, SMM-ді оқы, копирайтингті оқы, майблографты оқы, дауысты оқы. Нәтижесінде камерада анық сөйлеп, кез келген жерде жаратын маманға айналасың. Қайсыздар мұз? You got it later, you better make sound. Act like you got it now, like baby girl, you got it now. Fat girl, I want it now. Short girl, I want it now. Big girl, I want it now. Like fuck that. 1,000 times I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Комментарий көріп отырып, онлайн жұмыс дегенді көріп қалдым. Всегда қызық болатын, бірақ мен бұған мән бермейтінмін. Бүгін тексеріп көрейінші деп шештім да осыны. Профилінде өзінің номерін жазып қойған екен. 2-3 күнде 1000 теңге тапқым келсе, осы номерге жазды. Видеоларын кіріп қарасам, айба, мен де осы жұмысты жасап көрейінші деп едім. Нәтижесі Stix, Mustix, Alpengol бәрін жеп жүрмін деп тұр ғой. Қызық болды, ары қарай жазып көрейінші номеріне дедім. Сәлеметсіз бе? Онлайн жұмыс жасайын деп едім. Привет, Каспий бар ма? Иә бар, сонда түсеме ақшам? Осы номға 200 теңге аударсаңыз, ақша қалай тез табуды үйретеміз. Болды ма сосын? Аударсаңыз, басқасын түсіндіреміз. Сосын TikTok аккаунтыңызды жазыңыз. Бірден кішкентай бала немесе қыз екенін түсіндім. Сосын ол маған аудио жаза бастады. Сізде дәл мен сияқты TikTok-ыңызға осындай жарнама бар. Комментарийға тастап кетесіз, содан кейін адам сізге аударады 200 теңге. Сөйтіп пайда табасыз. Менің бастағаныма 2 күн болды, уже 5000 теңге таптым. Сіз маған қазір 200 теңге жіберсеңіз, аккаунтымызға жауып. Жарайды. Жіберем. Тек жалпы тастамаш. Окей, 200 теңге кешке дейін аударуыңыз сұраймын. Сөйтсем бұл жерде ешқандай да онлайн жұмыс жоқ екен. Чипсы, керешке, лейсті біреудің ақша саған беруін талап етесің. Ол саған ақша салады, тип ақша үйретіп отқандай оған видео бересің. Ол да тағы біреуден ақша алады. Сөйтсем бұл детский пирамида екен ғой. Балалар, бұл адал ақшаға жатпайды, сондықтан асықпаңыздар, әлі ақша табатын кездеріңіз келеді, жұмыс істейтін кездеріңіз келеді. Ал егер қазір ақша жетпесе, мама папаңыздан сұраңыздар. Олар сіздерге міндетті түрде береді деген ойдамын.